Барлықтарыңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен грузин елінің тағамы хачапуридің рецептісімен бөлісемін. Ол үшін видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий жазып, маған қолдау білдіріп кетіңіздер. Ендеше бірге жасап көрейік. Ең алдымен құрғақ таза ыдысымызға жылы сүтімізді құямыз. Оның үстінен қантымызды салып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Қантымыз ерігенше. Келесі кезекте бір жұмыртқамызды саламыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Барлық заттардың өлшемі описание жазылып тұр. Жұмыртқадан кейін сұйық майымызды саламыз. Жақсылап осылай араластырамыз. Ашытқымызды саламыз. Електен өткізілген ұнымызды, оның үстінен тұзымызды саламыз. Қамырымыз жақсылап көтерілу үшін осылай ұнымыздың үстіне тұзымызды салып, араластырып, жаңағы ертініміздің үстіне саламыз. Қолымыздың көмегімен жұмсақ, нәзік, қолға жабыспайтын қамыр илейміз. Міне бізде қамырымыз дайын болды. Осылай жұмсақ, қолға жабыспайтын, жылтыр, әдемі қамыр пайда болуы қажет. Бетін жауып, 1-1,5 сағатқа жылы жерге қоямыз. Қамырымыз ашығанша сырымызды үккіштен өткізіп дайындаймыз. Ауызашарға жасасаңыздар өте керемет, дәмді тағамдардың бірі болып табылады. Сырымызды үккіштен өткіздік және осылай дөңгелек етіп, қолымыздың көмегімен дөңгелек етіп дайындап қоямыз. Осылай қысып осындай біздің қамырымыз ашып шықты. Келесі кезекте қамырымызды теңдей 3 бөлікке бөлеміз. Осылай теңдей 3 бөлікке бөлеміз. Және осылай домалақтап июін қандырамыз. Қамырдың ең басты нәрсесі ол июі қанған қамыр болса өте керемет жайылатын болады және әдемі көрінетін болады, жылтырап. Оқтаудың көмегімен қамырымызды жайып аламыз. Орташа көлемде, қатты жұқа болып кетпесін және қатты қалың да болып кетпеуі қажет. Орташа көлемде осылай жайып шығамыз. Ұнды да көп себудің қажеті жоқ. Ұнымыз көп болып кетсе, қазір сырымызды ішіне салғаннан кейін жабыспауы мүмкін. Жаңағы дөңгелек етіп алған сырымызды ішіне осылай салып, қамырымызды қайтадан домалақ етіп, осылай орап шығамыз. Ең бастысы сырымыз ішінен шығып кетпеуі қажет. Жақсылап осылай орап шығамыз. Және кішкене 5-10 минут тұрғаннан кейін қамырымызды кішкене ұн сеуіп, қайтадан жаямыз.
Тағы да қамырымыз қалың немесе жұқа болмауы қажет. Орташа көлемде жайып шығамыз және сырымыз сыртына шықпай, жыртылмай жайылуы қажет қамырымыз. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Келесі кезекте жұмыртқаның сарысын, оның үстінен 2 чайный ложка сметананы қосып жақсылап араластырамыз. Хачапуридің үстіне осылай бетіне жағып шығатын боламыз. Дайын болған хачапуримізді тавамызға саламыз. 180 градуста 15-20 минутта пісіп шығады. Бетіне жаңағы дайын болған сұйықтығымызды жұмыртқамыз бен сметанамызды араластырып, осылай жағып шығамыз. Тағы да електен өткізілген сырымызды, үккіштен өткізілген сыр дайындаймыз. Үстінен көп емес, кішкене осылай сеуіп шығамыз. Келесі кезекте пешке саламыз. 180 градуста 15-20 минутта пісіп шығады. Осылай керемет болып шығады. Жасап көріңіздер сіздерде. Менің балаларыма өте қатты ұнады. Міне біздің хачапурimiz пісіп шықты. Иісі өте керемет. Менің отбасыма қатты ұнады. Сіздер де жасап көріңіздер. Келесі кезекте осылай кесіп көрсетейін сіздерге. Өте оңай. Бір жасағаннан шығатын рецепттердің бірі. Бұрын соңды дайындап көрмеген болсаңыздар, міндетті түрде осы рецептпен дайындап көріңіздер. Сіздерге сөзсіз ұнайды деген үміттемін. Осылай арасында ірімшігі созылып, өте дәмді болып шығады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Менің каналымда пайдалы рецепттер өте көп. Тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қолдап кетіңіздер. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Жасап көріңіздер, ас болсын, сау болыңыздар.